Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді компот әзірлейтін боламыз. Ол үшін алмамызды сақтап турап аламыз. Жалпы қандай жеміс бар, содан жасай берсеңіздер болады үйдегі. Ягодалар қосып жатырмыз. Смородина бар, бұның ішінде клюква бар. Енді 2 ас қасық қант саламыз. 1 шай қасықпен лимонный кислота саламыз. Үстіне су құятын боламыз. Міне енді осыны орташа отта қайнатып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Және де осылай қайнағаннан кейін дәмін көреміз. Қант аз болып жатса, тағы да қант саламыз. Осылай бір қайнаған соң астын басып 20 минут тағы да қайнатамыз. Жай отта. Міне дайын болды. Міндетті түрде істеп көріңіздер, өте дәмді болып шығады.